Түлкі мен ешкі. Бір күні түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетеді. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кезігіп түлкіні көреді. «Әй түлкі, батыр, неғып тұрсың?» «Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда сусап, әлі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұнып, суы бар екен» дейді. Мұны естіп ешкі «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп апанға түседі. Сонда түлкі ешкінің үстіне секіріп, оның мезіне секіріп, шығып, ырғып апаннан шығып жөніне кетеді.